Абай кешегі айтып кеткен өлеңнің естісі бар, есері бар дегендей, сол есті өлең айтып жүрген, халықты имандылыққа шақырып жүрген ақындарымыздың айтысына сусындаңыздар. Олай болса, мен ортаға бірнеше халықаралық, республикалық айтыстардың жеңімпазы, өздеріңізден жақсы көретін ұлдарыңыз Дидар Қамиды және өз ұлдарыңыз, ақындарыңыз Нұрмұхамед Байсүгірді шақырайын. Сіздерге ақындарымызды қолдап отырайық, шапалақ соғып шабыт беріп отырайық. Rabbısına әлемдердің мұсылман екенімді дәлелдермін. Ағайын мәуліт тойы құтты болсын, есімі пайғамбардың еленген күн. Бар жамағат қауышып бір-бірімен, бар мұсылман сауапқа кенелген күн. Сол сауаптан бізде құр қалмайық деп, құшақтап домбырамды әрең келдім. Қолыма домбыр ұстап шыққаннан соң, көңілін көктемеден көрерменнің. Ассалаумағалейкум рахматулла, рахманның құлдарына сәлем бердім. Сәлем бердім. Расулдың туған айы мейрамды күн, ендеше байқалмасын бейғамдығым. Үлгі қылып айтайын ақ некесін, Хадиша анамызбен қиғандығын. Қаланың ұшуынан шаршағанда, нұр тауында өткізді кейдер күнін. Bir günü Cəbril perişte kep, nurlandırıp жіберді хирам күрін. Rabbimнің атыменен оқы деді, айтты алғаш хан болып ұйғандығын. Сол жомарт Rabbim деді үйрететін, оқуменен жазуды жинау ділім. 40 жаста пайғамбар болды осылай, жаратқан сүйіншілеп сүйген құлын. Тоқтамастан уақилар келіп жатты, ардақты елші көкейіне түйдер бірін. Осылайша Алланың қалауымен күллі әлемге таратты иман нұрын. Иман нұрын Қасымды ұтқан бұл ағам шынарлан ғой, талай-талай додада сыналған ғой. Арқада негізінде ақындар көп, ел назарын өлеңімен бұралған ғой. Миллионер Мақсат ағам келмей қапты, үйінен Дидар ағам шығалған ғой. Байқасақ екеуміз де сақалдымыз, осыны Қанат имам ұғалған ғой. Тікенді тікен ғана алат дейді, ақындар осындайда сыналған ғой. Сексеуілді ұрғандай сексеуілмен, әдейі сақалды мен шығарған ғой. Шығарған ғой. Заңғар болар, өзіңізбен айтысу арман болар. Шахтинскіге амана сен кеп қалдың ба? Таудан биік өзіңде талған болар. Біздің қала білесіз сәл орысша, қазақшаға көшуде арман
еді. Назарын оғандағам салған болар. Социалистік қоғамнан қалып кеткен бұл күні неше түрлі жандар да бар. Тәрбие бергеннен соң отбасында аяз ата күтетін балдар да бар. Сондықтан сәл орысша сөйлегейсің, қазақша түсінбейтін жандар да бар. Өлеңінен бір адам дінге келсе, ақында басқа қандай арман болар. Ай, арман болар. Келмеді деп миллионер бір ақының, орындалмай қалған ай мұратының. Сақалды мен шығарды деп, қарашей бұл баланың сұрапылын. Тікен ғана алат дейді, бауырым көп екен ғой тым ақылың. Сексеуілді ұрат деп сексеуілмен бір түрлі көрінді ғой мына түрің. Сен сонда әлі күнге білмеймісің, ұсақтардың шаруасы тынатынын. Сексеуілді ұрғанда сексеуілмен бірінші жіңішкесі сынатынын. Мен үшін пайғамбарым Аллам артық, біреуге мына 5 күн жалған артық. Бұл күні көбейді ғой қарайтындар, көздерін сақалы бар жаңғалартып. Миллионер ағамыз келмеді деп шығарып не қыласың жанжалартып. Миллионы жоқ деп мені менсінбейсің, деген ғой арзығыңды Алладан күт. Сақалымыз болған соң жағдайымыз жылдырап жүрген талай шалдан артық. Сақал қою сүннеті пайғамбардың, мүміндер көретұғын жаннан артық. Сақалдың әр талында періште бар, еркекке одан астам болмаған құт. Сондықтан миллионым жоқ демеймін, мен үшін қанағатпен тәубам артық. Қалтамда миллион теңге болғанынан, миллион періштеміз болған артық. Сақал қою еркектің сәні білем, сөйлесем жыраулардың сарынымен. Сақалдата жаулықты әжелердің, бәріміз өспеп бедік тәлімімен. Сақалдыны құбыжық қылып қойған, батыстың саясаты бәрі кілең. Жаулықты қазағыма жауғып қойған, зинаны насихаттау заңы білем. Сақал құру тарихы байланысты кешегі Лұт пайғамбар қауымымен. Көгілдірлер қаптап жүр бұл қоғамда, қорықпайтын жараттан тәңірінен. Сондықтан да ағайын ойланайық, алыспай жаратқанның әмірімен. Еркектің сақал емес күресейік, еркек шора қыздардың ағымымен. Қыздардың жаулығымен алысқанша, қыз дегені құртыңдар тамырымен.
көптен күткен дін кеші екен. Антымақтың бұзылмас іргесі екен. Қарсыластың есімі Нұрмұхаммед, бұл оның алып тұрған жүлдесі екен. Облыстың әкімімен аттас екен, ендеше аларбаған кілбес екен. Ағайын қайтерімді білмей тұрмын, дидар бүгін қораға кірмес екен. Ақынға айтып отқан ащы сөзім әкімге тиіп кетіп жүрмес екен. Жад едің ғой деймісің, ақылың бар. Апырай түріңіз жоқ ақырындар. Ол рас әкімменен аттас едім, Мұхаммедке жалғанған екі нұр бар. Қарағанды қайта оған қуанбай ма? Ел бастаған Нұрмұхаммед әкімің бар. Сөз бастаған Нұрмұхаммед ақының бар. Елдің қамын ойлайтын ең бастысы, екеуі де халқына жақын ұлдар. Ерекше ғып есімімді атам берсе, бұл есімнен көрмеген ғой ақау менше. Атынан атыр кетін ақын дейтін, сай кеп тұр осы тұсқа мақал менше. Мұхаммед деген атқа нұр жалғанып, есіп тұр есімімнен қахар желзе. Сіз мені қалай жеңем деп отырсыз, патшаң мен пайғамбарың қатар келсе. Теріс кетіп қалады кейдағысың. Сен мені қалай жеңем деп отсың деп. Сен болдың ау жанымды қинағышым. Біздерді жұптағанда бұл мәулітте жеңіс керек емес еді имам үшін. Мен сені жеңу үшін келген жоқпын, кеп тұрмын бауырым деп сыйлау үшін. Өлеңімнен бір адам дінге келсе, одан асқан бақыт жоқ дидар үшін. Дейсің бе жыр айтайын, ән айтайын, қалайша көңіліңді қарайтайын. Шахтинскіде орысша жандар көп деп айттың, сонда сенің ойыңша нені айтайын? Күтетін балалар көп деп айттың, ендеше өлеңімді тағайтайын. Қалайша ақынын ел құрметті емес, қалайша пайғамбарға үмметті емес.
айтып кетші дедің. Жан демесін, ана тілін құрметтемес. Бірақта ислам дінін таратарда тек бір тілде айтуың міндеттемес. Для вас поют акины дамбристы, языком объяснить вам русским. В Маулите мусульмане встречаются во время каждой зимы, каждой весны. Для блага народа мы акины, надо будет выучим и английский. На Новый год мы не ждем Дед Морозов. Дед Мороз, он явно отморозок. Маленьких детей он обманывает, немножко конфеты в рот положит. Не только маленькие, этот старик взрослым шампан дает, водка возит. Мусульманам не нужен аязата, нам только Всевышний Бог поможет. Акину дали слово молодому, стихи посвящаю я народу. От имени Аллаха в этом дворце свои слова выпущу я на волю. Любите пророка Мухаммада, мы ему обязаны по-любому. За это мероприятие спасибо Ахинов Канату дорогому. Сегодня вокруг война, революция, а мы Маулид празднуем, слава Богу. Бұл күнні ойындар көп, бұл күнні ойындар көп, көш аппастар. Бір кіргізсе адамды босатпас дәл. Синий кит деген ойын пайда бопты. Талай жастар айтқанын жасап қостар. Басында алдап сулап кіргізіп ап, одан кейін адамнан өш аппастар. Таң атпай 4:20-да оянып ап, білекке кит суретін қашап тастар. Құран құмар ойыннан сақтан деген, шын мұсылман нәпсісін босатпас дәл. Көк киттің айтқан емес, бір құдайдың айтқанын жүрейікші жасап достар. Ақылды адам әр күнін көк кит емес, таң алдында құлшылық жасап бастар. Әбдуғаппар аға сөзімен айтар болсам, 4:20-да тұрыңдар тахаджудке, синий кит ойнап жүрген ешак бастар. Арқаның дүбірлетіп дүрмектерін, ұшырдың жүрегіңнен жыргептерін. Өзіңді Мұхаммед, есімім Мұхаммедпен аттас қой деп, өзіңді пайғамбарға үмметтедің. Иегіңе азғантай сақал қойып, бұлай жүру еркекке сүннеттедің. Адамзат атаулының ең абзалын, ол рас дұрыс болар құрметтеуің. Бірақта сақал қою сүннет болса, үйленуде сүннет қой білмеп бедің. 23-ке келсең де үйлен деген әке сөзін құлаққа ілмеп бедің.
Сүннеттің қолайлысын орындай сап, үйленуге келгенде дірдектедің. Сондықтан да шырағым бала болмай, сүннеттің барлығында құрметтегін. Сүннет деп сақалыңды көбейтіпсің, көбейтенді Расулдың үмметтерін Мен аға үміттерді ақтай білдім, үйленбей жүрсің ғой деп көп қайғырдың. Бұйыртса бұйырған күн үйленермін, әзірше бойдақ күнді сақтай жүрмін. Үйленді үйші де қоймай жатыр, анамның да үмітін ақтай жүрмін. Кенедей жабысатын сұлулар көп, зередей зерделісін таппай жүрмін. Таппай жүрмін, аға болама бата бермей, ағатай бұлыныңды сақа көргей. Менен бұрын өзіңіз үйленіп ап жүрсіз ғой, бұл жалғанда бұфа көрмей. Тілерім жеңешеммен бақытты боп, бала шаған көп болсын батальондей. Сол балдарға басшы боп сен жүре бер, бір әскерді басқарған Наполеондей. Білесің, мендей іннің бойдақ жүрмін. Қабылдарсың сөзімді оқа көрмей. Бауырыңа әйел тауып берсей жаға, әйеліңді құшақтап жата бермей. Жата бермей. Байыппенен басылса жыр пернеміз, төгеді жақсы өлеңді нұр кеудеміз. Неше түрлі заң шықты соңғы кезде, сыртқа шықсаң уақытша тіркеуге тұр. Оған қарсы шыққандай бұл кеудеміз, тәртіпке бағынғандар құл болмайды. Бұл сөзге болып отыр үлкен негіз, одан да ақыретті ойланайын. Сый көрсетіп кішіге де үлкенге біз, бәріміз шетімізден данышпанбыз. Шоқпарды саясатқа сілтеудеміз, күнәң үшін өкініп Алла алдында қашан ғана көрінер шын тәубеміз. Мына жалған зыр етіп өте шығар, жақсылыққа толса екен нұр кеудеміз. Ағайын құлшылыққа асығайын, көрінсін Алла алдында шын тәубеміз. Өйткені мына жалған дүниеде бәрімізде уақытша тіркеудеміз. Деп отса қанат имам тоқталса екен, ұстазым басыңа кеп бақ қонса екен. Тілерім осы отырған жамағатқа, ниеттерің әрдайым ақ болса екен. Қыздарыңыз арына сақ болса екен, ұлдарыңыз намысты бек болса екен. Көріп тұрмын
кей орындық бос қап қойды. Келер жылы жамағат көп болса екен, мен сияқты бойдақтың бәрі үйленіп, шаңырақ құрып бәрі шаттанса екен. Қой үстінде боз торғай жұмыртқалап, той үстінде тәтті күндер көп болса екен. Көп болса Бауырым айтқан сөзден таймайсың ба? Бір сұлуға құшақты жаймайсың ба? Зередей қыз жолықпай жүрмаған деп, ел алдына шығып ап сайрайсың ба? Ондай болса жақында үйленбейсің, бойдақтық кемшілікті жоймайсың ба? Зередей зерделі қыз алатындай, өзіңді өскен бай деп ойлайсың ба? Бұл маған талай жырын арнап қалады. Үйлен десең өстіп қыз таңдап қалады. Қыз әпермей үйіңде жатырсың деп, ондай кезде бұл үнім сал боп қалады. Өзің кішкен әрекет жасасаңшы, әйтпесе сенен әйел аулақ болады. Айтыста сақалымнан алады да, әйел десе осылай сорлақ балады. Есімнен шықпағанда қыс жазалам, иманмен жүрек жібіп іш тазарған. Туғанда күнәдан пәк періштедік, кәдімгі ұлпағардай қыста жауған. Өсе келе ұрынып сан күнәға, өкініштен қанша рет тысқа жалған. Біз күнәні елемей жасағанмен, Алла бізді қалдырмас тыс назардан. Жалғанның жалтылына алданамыз, тоты құсты көргендей құс базардан. Сол базардан қайтатын сәт келгенде, бір-ақ күнде шығармыз қыш мазардан. Жаратқанның сынағы өте ауыр, емтихан емес қой ол ұстаз алған. Сондықтан осы бастан ойланайық, айнымай бабам салған нұсқа жолдан. Бұл өмір индийский сериал емес, кемдегенде тұратын 3 сезоннан. Геннадий Головкиннің боксындай, тез-ақ бітіп қалады қысқа жалған. Раббының орындаған күш тәмірін, пайғамбар жасаған әр іс тағылым. Не бір қиын азапқа душар болды, таратам деп ең ауыр тұста дінін. Жақыны да сол кезде жау боп шықты, ата діннен безді деп қыста бұлын. Қалауымды алдағы діннен бастар, күрмеуге келмейді деді қысқа жібін. Бәдір мен Ухуд хандак шайқасында, сахабаның ажалды құшқаны мұң. Дін үшін сонда дағы берілмеді, бәріне төзіп жаудың қыспағының. Таифқа барғанында таспен атты, таптың деп салтымыздан тысқаны дін. Сол кезде періштелер ашуланды, елшінің білмеді ау деп еш қадірін. Қостауды бірақ қосып бұл қауымның, жояйық деді бірден түп тамырын. Сонда Расул олармен келіспеді, ашуына жеңдірмей күш сабырын. Пайғамбар екені
кешірімін тілей берді, өзіне өлім тілеген дұшпанының. Мейірім нұрға толы пәк жүрегі, адамзат атаулыға нұсқа бүгін. Шіркін әркім өзіне үлгі қылса, пайғамбардың осындай ұстанымын. Ал енді сау боп тұрыңдар, Шахтинскіде тұрғандар, деп шақырды біздерді, пайғамбарды жырлаңдар. Пайғамбарын ұлықтап, сән салтанат құрғандар. Жамағатқа айтарым, мешітке барып, басқа ағымға мойын бұрмаңдар. Ахиларды тыңдамай, ахиніпті тыңдаңдар. Беретін бауырына барасығын, ағам едің аудидар жанашырым. Қыз дегенде сордап қала бересің деп, шығардың бұлыныңның жанашуын. Өзіңді өскен бай деп ойлайсың деп, үйлен деп ақыл айттың қарашығым. Өскен бай болмасақ та Дидар аға, Құдайға шүкір өскен елдің баласымын. Үйленбей деп отырсың масаттама, жағдайын қойған жоқ қой жасап бала. Бір жылы Абдылаппар ұстаз келген кезде, көңілдерді уағызбен босаттаға, медреседе қыз көп деп айтып едіңіз. Барайын деп отқам жоқ осы аптада, 10 пара жаттағандар кесін деп ед. Жағдайын қойған жоқ қой жасап бала, бұйыртса Сарағашқа құда түсем, 10 параға жетпей тұр 5-ақ пара бар. Көсілдесің осылай көсілдесем, жарайды ағам десең, досым десең. Өскен елдің баласымын деп өкпелейсің, бұл жауабың таңғалма тосын десем. Өскен елден болғаныңнан не пайда бар, үйленіп сол еліңді өсірмесең. Жақсы, рахмет. Айтысу мұндай мәуліт кеште жақсы, үйлену ағатайым әсте жақсы. Бір нәрсерді айтуды ұмытыппын, тартып тұрмын негізі 5-ке жақсы. Сержан ағам отыр екен осы залда, дей алмаймын бұлаған бәске жақсы. Мешітімізді жөндеп берді мың рахмет, бұнда ер азаматтар көшке жақсы. Мешітіміз оңалды Сержан аға, жаңасын салып берсең вообще жақсы. Отырсың сахнада тастай болып, 5 пара бар екені растайды анық. Құранды өзі дұрыстап жаттап бедің, жүрген дұрыс абыройды шашпай барып. Абдығаппар ұстаздың алдына барған кезде, отыр адам деп бедің саспай қалып, бар Құраның есіңнен шығып кетіп. Жүрмеңіз
ойың ақыл қоспай қалып, омпара деп барғаның аяқ асты, бауырым омпарақтан аспай қалып. Ағасына бауырым бет дұрыс екен, алмайды жақсылардан тек туыс екем. Жаңа мешіт болса деп сұрап жатыр, Сержан ағаң ел қамын жеп дұрыс екен. Ал үйіне кірісіп осы бастан, жамағаттың көңілін тоқ қылса екен. Келесі мәулітке келгенде қанат имам шаттанып бір мәз-мәйрам боп тұрса екен. Мәуліттен соң бұйырса жаңа мешіттің асханасына барамыз деп тұрса екен. Әр ақын өз сөзіне сақшы деген, сендей аға ініге бапшы деген. Ұстазымның ұстазы отырмында, бұндай ғалым ұстаздар тапшы деген. Өз қолымда медреседе оқып едім, сондықтан әбекеңді жақсы білем. Құдайға шүкір Құранды жатқа білем. Құран оқитын азаматтар тапшы деген. Ижаза алмасам да бұл Құраннан Изажа Анасрулланы жақсы білем.